Сәлеметсіздер ме балалар? Сіздермен әдеттегідей математика сабағын бастаймыз. Кеше ойнай отырып ойлансақ, бүгін менің сүйікті істерім тақырыбында тапсырмалар орындаймыз. Мына суреттегі істер сіздерге ұнай ма? Кітап оқу, шахмат ойнау, футбол ойнау, аспаптарда ойнау, робот құрастыру, велосипед тебу, би билеу, сурет салу. Ал есеп шығарған ұнай ма? Маған сандардың құрамын тапқан ұнайды. Кеше балалар қай санның құрамын тауып едік? Иә, 12 санын құрауды үйренген болатынбыз. Біз бүгін сол кешегі өткенді қайталаймыз. Яғни бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосамыз және азайтамыз. 12 санын құрауды үйренеміз. Ал енді 12 санның құрамын есімізге түсіріп көрейік. Мына жарыс таблосына қарайық. 12 болу үшін қандай сандарды қосатын ек? 9 бен 3, 8 бен 4, 7 мен 5, 6 мен 6. Керемет. Енді доминоларды тауып көрейік. Қандай сандар шығады? Қандай сандарды көріп тұрмыз? 7 және 5 сандарын көріп тұрмыз. Осы екі санды қосып көрелік. Балалар, алдымен ондық жасап алайық. Ол үшін 5 санын бөлшектеп көрелік. 7-ге нешені қосқанда ондық шығады? Дұрыс, 3 санын қосқанда. 5 саны 3 пен қай санның қосындысынан шығады? Иә, 5 саны 3 пен 2 санның қосындысынан тұрады. Келесі қадам қандай болады? Не істейміз? 7-ге 3 пен 2-ні қосамыз. 7 мен 3-тің қосындысының мәні 10-ға тең. Оған 2-ні қосқанда қандай сан шықты? Бәрекелді, 12 саны шықты. Жарайсыңдар балалар. Енді кім тапқыр ойынын ойнайық. Балалардың әрқайсысы немен шұғылдануды ұнататынын табайық. Ол үшін амалдар мен балалардың таңдаған сандарын сәйкестендіруіміз керек. Ауызша қосып азайта аламыз ба? Алдымен шахмат ойнағанды кім жақсы көреді? Ол үшін 18 бен 4-ті қосып көрейік. Балалар, қалайша тез қосып азайтатын едік? 18 санын ондыққа айналдыру үшін не керек? 2 санын қосу керек. 4 санын бөлшектеп алайық. 4 саны 2 мен 2 санының қосындысы. Олай болса, 18-ге 2-ні қосамыз, 20 болады. Оған 2-ні қоссақ, 22 болады. Сонымен шахмат ойнағанды қай бала жақсы көреді екен? Екінші тұрған қыз бала шахмат ойнағанды жақсы көреді екен. Ал коньки тепкенді кім жақсы көретінін табу үшін 11 мен 9 сандарының айырмасының мәнін табамыз. 11-ді ондыққа айналдыру үшін нешеге азайтуымыз керек? 1-ге азайтуымыз керек. 9 саны 1 мен қай санның қосындысына тең? Дұрыс, 1 мен 8 сандарының қосындысы 9 болады. Олай болса, 11-ден алдымен 1-ді, сосын 8-ді азайтамыз. 11 мен 1-дің айырмасының мәні 10-ға тең. 10-нан 8-ді азайтсақ, теңдігінде 2 болады. Сонымен коньки тепкенді 3-ші тұрған қыз бала жақсы көреді екен. Басқа балалардың немен шұғылданғанды жақсы көретін өздеріңіз тауып көріңіздер. Бірінші бала пианино ойнағанды, екінші бала шахмат ойнағанды, үшінші бала коньки тепкенді, төртінші бала футбол ойнағанды, бесінші бала велосипед тепкенді, алтыншы бала сурет салғанды жақсы көреді екен. Жарайсыңдар.
Балалар, сендер көмектескенді жақсы көресіңдер ме? Онда мына балаларға көмектесейік. Санды бұлттарды пайдаланып, балаларға өз пәтерлерін табуға көмек берейік. Қосуға арналған өрнектердің мәні 12 санын құрауы тиіс, ал азайтуға арналған өрнектердің мәні 6-ға тең болуы керек. Балалар, қане бәріміз орындаған өрнектерімізді тексеріп көрсек, кімдер дұрыс орындады екен? 10 мен 2-нің қосындысы, 9 бен 3-тің қосындысы, 8 бен 4-тің қосындысы, 7 мен 5-тің қосындысын қосылу арқылы мәні 12-ге тең өрнектерді таптық. 12 мен 6 санының айырмасы, 13 пен 7 санының айырмасы, 14 пен 8-дің айырмасы, 15 пен 9-дің айырмасы 6 шығады екен. Сонымен қосу азайтуға арналған өрнектерді құрастырдық. Дұрыс құрастырдық па? Тамаша. Балалар, біз бүгінгі сабақта сүйікті істер туралы ақпарат алдық. 12 санының құрамын қайталадық. Ондықтан аттай отырып, қосу мен азайтуды еске түсірдік. Қосу азайту амалдарын орындай отырып, балалардың сүйікті істерін анықтадық. Қосу азайту амалдарын орындай отырып, балаларға пәтерлерін табуға көмектестік. Жарайсыңдар балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Кездескенше күн жақсы болсын. Сау болыңыздар.